Бірде гүл сатушы қыз қолындағы раушан гүлдерін дерлік сатып болады. Ыдысында тек бір талғаны гүл қалады. Гүл сатушы қыз ойланбастан жолдың қарсы бетінде күні бойы тілеп отырған қайыршыға осы соңғы гүлді сыйлап, өз жөніне кете барады. Қайыршы өзі өз болғалы мұндай іске жолығып көрмепті. Ол үш ұйықтаса да армандағыдай ару қыздың өзіне гүл сыйлайтынын ойлап көрмепті. Бұл күні қайыршы үшін күн батыстан шыққандай болды. Қайыршы өмірінде бір рет өзін аялап сүйіп көрмепті. Басқалардың да аялауы мен сүюіне қол жеткіземін деп үміттенбеген. Бүгінгі жағдай оған қатты әсер етті. Гүлді аялай ұстап, қала маңындағы өзінің лашығына қарай беттеді. Үйіне келген соң бір шеті кетілген ескі құмыраға су құйып гүлді салып қойды. Ол үн-түнсіз гүлге қарап отырады. Кенет орнынан атып тұрып, әлгі құмыраны жуып тазалап, су құйып гүлді қайта салды. Ол іштей, мұндай әдемі гүл қалайша кір-кір құмырада тұрады, мен оны жуып тазалап қойдым деп масаттанды. Қайыршы әсем гүлге тағы құмарта қарап отырады. Ол ақырын қозғалып келіп, құмыра тұрған үстелді қолмен сипап қарап еді, шаң тозаңнан көрінбей қалыпты. Әсем гүлдің тұруына бұл үстел лайық емес деп ойлаған ол, үстелді де жуып, айнадай етіп қойды. Гүлге құмарта қараған сайын таза үстел мен нарттай қызыл раушан мына былыққан лашыққа мүлдем сай келмейтін сияқты болып көрінді. Ол бар пейілімен өзінің жылдар бойы тұрып келе жатқан күркесін жинастырып, сүртіп, тазалап әбігерге түсті. Кенет ол өзінің үнемі үңірейіп тұратын бөлмесіне жылылық толып, жайлы өмірді өзіне тым жақын сезінді. Ол бөлменің дәл ортасында тұрып, бұрыштағы сынық айнадан өзінің кейпін көрді. Қызыл шола тегі төгіп тұрғандай болып көрінген раушан гүліне, таза үстелге мұнтаздай үйде тұрып, ол өзін мүлде қораш келбетті көрді. Шашы өскен киімінің алба жұлбасы шыққан. Ол бүгінгі бар тапқан таянғанын алып жуынуға кетті. Өмірінде дәл бүгінгідей рахаттанып көрмеген шығар. Жұқа болса да таза киім сатып алады. Сақал мұртын қырды, шашын тарап ретке келтірді. Әлеуметтік моншаның есігінен шығып бара жатып, қабырғадағы айнадан мүлде басқа адамды, жасты оты жалындаған келбетті жігітті көрді. Мен не үшін қайыршы болып өмір сүруім керек деп сұрады өзінен. Бұл оның қайыршы болғаннан бері қарайғы өзіне тұңғыш рет сұрақ қою еді. Жігіттің рухы әп-сәтте сергіп шыға келді. Ол үйіне келіп, мұндағы барлық дүниеге соншалықты риза пейілмен сүйсіне қарады. Екінші күннен бастап басқа жұмыс іздеуге кірісті. Жолы болғыш екен, жайлы жұмыс та тапты. Күндер зулап, айлар аунап жатты. Бірнеше жылдан кейін ол Алланың қалауымен табысқа жеткен адамға айналды. Үлкен компания құрып, қалталылар қатарына қосылды. Бұл оқиға мені адам жас күнде өз ішкі әлеміндегі түнекке тұншығып, өмірінің көркем көкжиегін көруден мақұрым қалмау керек деген ойға жетеледі. Пенде баласы өзіне тиесілі раушан гүлін тапқанша теңіздегі бағдарсыз мылтыққан дәрменсіз сушыға ұқсайтын сияқтанады. Өзіңізге кішкентай өзгеріс жасаңыз. Сіз өзгерсеңіз, сіздің әлеміңіз де өзгереді. Егер сіз осы раушан гүлін тапқан болсаңыз, оны басқаларға беруді де естен шығармаңыз.